ие болған қос бүлдіршіннің ардай нағаш тәтелері Ардақ пен Гүлнұрға бір қосу қошеметтеп қойыңыздар. Ортаға сіздер де көрініп қойсаңыздар. Мінекей қос бүлдіршіндеріңіздің тұсаукесер рәсіміне ие болған Ардақ пен Гүлнұр шапалақ ұрып қойыңыздар қадірлі ағайын. Ортаны ашайын. Бері жақындамаңыздар, балдар шошып кетуі мүмкін. Қазір таңдау жасайды. Әрі тұрайық, ортаны ашайық. Бүлдіршіндерді әкеліңіздер, ортаға түсіріңіздер. Мінекей бүгін қос бүлдіршіндеріміздің аяғын ала жіппен байнақ жатыр, ала жіппен кескен жатыр. Бұл әдемі дұрыс дәстүр шығар. Тұсау кескен жатқан қос бүлдіршіміз өсіп өніп өргендеп ешкімнің ала жібін аттамасын деген ниетпенен қос тәтесі ала жіппен кескелі жатыр. Құрмет қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар қадірлі ағайындар. Енді ардақ ағайын баталы қол арымас деген ғой. Сондықтан да осы кішкентай қос бүлдіршіміздің тұсауын кеспес бұрын анамыздан бір тілек алып, ел халықтың алдында қос бүлдіршіміздің тұсауын кесетін боламыз. Қалайсыздар, қонақтар, аман-есен сау отырсыңдар ма? Мен мына Асылдың мамасымын. Ғазиз екеуіне осындай балаларды, қыздарды өсіріп отырған мыңда бір алғыс. Аллаға мыңда бір шүкір. Егіз бүпе туып, осы кен құрсағы тарылтып деген сияқты ғой енді. Екеуінің бүгін оламаса өспеп жатыр енді. Бүгін жаңағы Ақжүрек пен Ақжүректің тұсаукесер тойына мына тұсаукесерін деп жатқан енді мен жақтан, біз жақтан енді. Біздер бәрі төрт қарамыз ғой енді. Төрт қарамыз, біз Мазы деген төрт қарамыз. Сондықтан Мазының қыздары Гүлнұр деген қызым, бұл да төрт баланың анасы. Ертең мен айтасыздар ғой, кім кесті бұл тұсауды? Қандай, депутат па, бастық па, шенеунік па дейсіңдер ғой, былай шыға берер. Сондықтан да Гүлнұр деген қызым, бұл да төрт баланың анасы. Осы тойханада қызын ұзатқан, баласының алды ұзатылып, той көрген сондай қызым бұл. Өзі коммерсант. Ардақ деген қызым Жамбылбаев атындағы мектептің мұғалімі, институт бітірген. Бұл да мен өзімнің қызым, Асылдың сыңары. Сондықтан да екеуіне осы алғашқы осы тұсаукесер өздеріне жұғысты болсын, балаларының қызығын көріңдер. Ардаққа жұғысты болып, мынау артынан Ардақта бір азамат табылып, Алла тағала бір бұғанда бір жұғыс болып кеткендер деп өздері Асыл өзі ниеттеніп осыларға кестіріп отыр. Өздері жағында кесуге болады деп, ендігі ұлдың кезегін береміз 84 қараларға, 84 қараларға, иә. Ұлдарын өздері кесетін болсын деп атырмыз ау. Аман болайық, енді екеуіне сәттілік, екі Ақжүрек пен Ақжібегім. Менде құралақан қылып атқан жоқ, мен осы қыздарды бағып отырмын, бес-алты ай бойына. Деп айтатын еді ғой. Ал жол сендері сәттілік. Ал, енді келіңіздер. Қаз балам, қатан бассаң мәз болам, сауықты кезейін, күрмегін шешейін. Ал, енді бірінші гүлекең кессін. Бірінші гүлекең кессін. Қосып қошеметтеп қойыңыздар. Жерге ұстатты. Ақжібектің тұсауы кесілген жатыр. Гүлнұр тәтесі кескен жатыр. Жаңа жүзікті құдағи айтып кетті ғой, біздің елге, біздің ауданымызға белгілі бизнесмен деп қосып қошеметтеп қойыңыздар. Ана, өте қыранға шығаратын ғой. Мияқтан көріп тұрады. Ал, енді әуелі Ақжібектің тұсауы кесілген жатыр ағайын, қосып қошеметтеп қойыңыздар. Назарларыңыз тойдың төрінде болсын. Ал, құрметті тойшыл қауым, бүгін мына Ақжібек пен Ақжүректің тұсаукесу рәсімі бізге бұйыртты. Негізі өзіміз босанып келген кезде 40-на дейін 40 күнде шомылдырып, қасында болып қаққамыз. Сол себепті осы екеуің бақыттар ғой деп екеуімізге беріп отыр. Қуаныштымын осындай
қадірлеп тұсаукесерін бізге ұсынып жатқанына, үлкен азаматша болсын, өзім сияқты коммерсант болсын, үлкен белестерге жете берсін, жолы ашық болсын, несібесі мол болсын. Маған ұқсасын деп беріп отыр ғой енді. Мен несібем мол, ұғыздың да несібесі мол болсын, көпбалалы ана болсын, мен сияқты ене болсын, бұйырсын барлығы. Ал енді қадам мықты болсын деп, ақ жол Ал қолсоқ қошеметтеп қойыңыздар ағайын, сау кесілген жатыр. Ал сау кесілсе, еліміздің жібек қызымыз қандауын жасайтын болады. Алғаш өмірге қадам басып алып жатқан біздің ақ жібектің алғашқы қандауы. Қолсоқ қошеметтеп қойыңыздар қадірлі ағайындар. Ал не таңдайын деп көрейік. Папасының мамасының бәрі бар, бұл кісіге ештеңе керек емес ау дейміз. Ақша да бар, машина да бар. Құдайға шүкір ғой. Бәрекелді, қолсоқ қошеметтеп қойыңыздар. Міне автокөліктің кілтін таңдап жатыр ағайын. Bir шабала құрып қойыңыздар. Қозғама. Отыра берсін. Жинап басқара болар. Ал енді